Кайырлуу күн, армысыздар. Бүгүннен баштап биз Адам табигаты осундай китабын әңгимелейтин боламыз. Жалпы китап 3 үлкөн бөлүм 9 тараудан турады. Яғни әр бір бөлім 3 тараудан. Біз бүгін бірінші бөлімді бастап баяндаймыз. Бірінші бөлімнің аты адамның табиғатын көру, немесе адамның табиғатын тану. Қосымша тақырып өмірдің қағидасын біліп, парасатты адам болу. Яғни біз адамның табиғатын толық түсінгенде, білгенде ғана, адамның табиғатына сай, адамдарға қарым-қатынас жасап, мәселені шешіп, жұмыс істегенде ғана парасатты адам боламыз, өмірдің қағидасын білген адам боламыз. Жалпы тақырып осы негізге құрылған. Бүгін бірінші тарауды бастап баяндаймыз. Сен ертерек білуге тиісті адам болмысы, немесе адамның қасиеті, табиғаты. Бұл кітапта біз кейде адамның табиғаты, кейде адамның болмысы, кейде адамдық қасиет, адамгершілік деп айтамыз. Барлығы реншин, яғни адамгершілік, адамның қасиеті, адамның табиғаты деген сөз. Бір атауды бірнеше түрлі баяндайтын боламыз. Адамның табиғаты, болмысы туралы сөз болғанда көбінде бір таласты философиялық мәселе бар. Ол адам туа бітті, ізгі ме, жауыз ба деген мәселесі. Екі түрлі көзқарас неше мың жылдан бері бірін-бірі жеңе алмай келеді. Кейбіреулер былай айтады, туа бітті жауыз, кейінгі орта оны жақсылап тәрбиелейді дейді. Енді бір бөлім айтады, жоқ, туа бітті адам әсілі ізгі. Алайда кейінгі өмірде өсе келе жауыздықты қабылдайды дейді. Немесе бір бөлім адам, яғни кейінгі жауыз дейтін тарихта аталған адамдар туа бітті жауыз болып туылады, ал кейбіреулері туа бітті ізгі ниетті болып туылады дейді. Егер сіз адамның табиғаты, болмысы туралы осы көзқарастарды негізге алсаңыз, яғни әлемде ізгі, жауыз, жақсы, жаман деген дүниелер бар деп сол бойынша қарасаңыз, туа бітті мейлі жауыз деңіз, мейлі ізгі ниетті деңіз, онда сіз тар өрісті ойға қамаласыз. Әлемді қарама-қарсы нәрселердің тұрғысынан, яғни екіге жарылу тұрғысынан ғана түсінетін боласыз. Онда өмірде өте көп таяқ жейсіз. Мәселен, бір адамның бірісіне қарап, ол адамды сіз жаман деп бүкілдей шығарып тастауыңыз мүмкін. Бір адамның бір мезеттегі сәл дұрыс ісіне қарап, оны жаңағы жақсы, ойбай керемет деп бағалауыңыз мүмкін. Өйткені сізде не жақсы, не жаман деген ғана өлшем бар. Не ізгі, не жауыз деген. Ендеше ең алдымен жақсы жаманнан да маңызды адамның табиғат болмысындағы бірінші ерекшелігін білесіз бе? Ол біздің генімізге жазылып қалған өзімшілдік. Сондықтан адамды алдымен жауыз, әлде ізгі ниетті демей, өзімшіл деп бағалаңыз. Қараңыз, біздің генімізде өзімшілдік бар. Егер өзімшілдік болмаса, сәби бала талпынып өсе алмайды. Сәби бала туылғаннан кейін қайтеді, өзін ғана ойлайды. Қарны ашса жылайды, тамақ іздейді. Ол сіз шаршап тұрсыз, мәселен, анасы болсаңыз, әкесі болсаңыз, сіз жұмыстан шаршап келдіңіз бе, немесе сіз басқа жұмыс істеп жатырсыз ба, онда оның мүлде қатынасы жоқ, жылайды. Өзіңден ойлайды, сондықтан ол дұрыс өседі. Яғни қажетін қанағаттандырады, өзін ойлап талабын қанағаттандырады. Онда тек қана гендегі өзімшілдік бейнеленеді. Ал сәл үлкейгеннен кейін де ересек адам тамақ ішіп жатса, жүгіріп келеді де қайтеді. Сол өзімшілдікпен сіздің қолыңыздағы тамаққа жағаласады, біреудің қолындағы ойыншыққа жағаласады. Ол кезде онда сол өзім ғана, және өзін қанағаттандыру геннің осы қасиеті бейнеленеді. Енді жалпы адамзат тарихын қарасаңыз да, адамзаттың бүгінгі күнге жетуі, мәселен, біздің ата-бабамыз, біз солардың ұрпағы болып жалғасудағы бір себебіміз геннің өзімшілдігінен. Яғни өзімшіл ген өзін ойлағандықтан, өзімен ұқсас басқа адамдар құрып жоғалды, ал өзімшіл ген кейінгі ұрпақ қалдыра алды. Егер біздің ата-бабамыз анау табиғатпен күресу барысында, немесе түрлі табиғи апаттарда, үркін қорқын соғыстарда, аурумен күресте, соңғы бір тамшы суды, бір үзім нанды
немесе жанын сауғалап қашатын бір көлікті өзін ойламай басқаға берген болса, көпшіл болған болса, онда ол осы апаттан аман қалмас еді. Оның ұрпағы болып біз жалғаса алмас едік, яғни ол ұрпағын жалғастыра алмас еді. Сондан жалпы адамзаттың даму тарихына қарасаңыз да, қазіргі туылған сәбиге қарасаңыз да, геннің бірден бір қасиеті, яғни адамның бірден бір қасиеті ол өзімшілдік. Енді адам мәдениет қоғамға қадам тастағаннан кейін қарасаңыз, мәселен бүгінгі біз өз айналамызға қарасақ та, адамдардың ішінде басқалар үшін өзін құрбан ететін, бодау беретін, ізгі ниетті, көпшіл елге көмектесетін ерекше қасиетке ие, моральдық, адамгершілікті қасиетке адамдар өте көп. Ал бұларға қарап, біз мәдениетті қоғамға қадам бастық, өзімшілдік ген бүкілдей жойылды деуге болмайды. Бұл тек қана біздің өзімшілдік геннің бейнелену формасының өзгергені ғана. Яғни мәдениеттің, білімнің, жеке адамның бойындағы ізгі қасиеттердің жетілуіне байланысты бір адамның өзімшілдік гені болса да, ол ізгі ниетті басқаларға достық пейіл ұсына алатын көпшіл бола алады. Сонымен бірге бұны былай да айтуға болады. Әрбір адам өзімшіл, алайда сол өзімшілдік қасиеттің арғы жағында осы қасиеті бола тұра, ол тағы да көпшіл ізгі ниетті басқаларға көмектесетін моральдық қасиетін бейнелей алады, сондай керемет адам бола алады. Қазіргі дамыған мәдениет қоғам тұрғысынан алғанда да біз былай қарайық. Әрбір өзімшіл ген ең ақырында не істейді? Өзіне ең тиімді, өз мүддесін ең жақсы қорғайтын таңдаулар жасайды. Алайда бұл таңдау тек байлық, ақша болмауы мүмкін. Ол кейде көңіл күй, ол кейде рухани болмыс, ол кейде бір адамның сенім нанымы болуы мүмкін. Сондықтан сіз қарсы келуіңіз мүмкін. Жоқ, адамның бәрі өзімшіл емес. Кейбір мәселен мықты адамдар басқаларға жылу атайды, қаншама ақшасын береді, өзінің астындағы атын түсіп береді, өзі аз кедей болып тұрса да бір қармасының жартысын береді дегендей. Бұл жерде оның өзімшілдік гені нені талап етіп отыр? Оның қанағаттайтын нәрсесі жаңағы рухани. Мәселен, бір адамға жаңағыдай көмектескеннен ол шексіз ләззат алуы мүмкін, энергия алуы мүмкін. Сондықтан айланып келгенде оның осылай бодау беруінің ар жағында да геннің өзімшілдігі жатыр. Яғни өзін рухани жақтан қанағаттандыру, сенім жақтан қанағаттандыру және көңіл күй жақтан қанағаттандыру. Егер бір іс сізге өте ауыр азап әкелсе, жаңағы заттық мүдде жоқ, оның үстіне көңіл күй, рухани сенім, тағы басқа ешқандай мүдде келтірмей, тек азап әкелетін болса, мұндай істе ешқандай адам істемейді. Өйткені сіздің өзімшіл геніңіз оған жібермейді. Мысалға біз риясыз ана махаббаты, әке махаббаты деп айтамыз, оны жырлаймыз, ақындар жырға қосады, бүкіл әлем жырлайды. Іс жүзінде ана махаббаты ұлы екені рас, алайда шындығында оның ар жағында да өзімшіл ген жатыр. Мәселен, сол ұлы махаббатқа ие ана өзінің баласын басқа баладан артық көреді. Егер тек балаға деген махаббат болатын болса, тең көруге тиіс еді. Екіншіден, баласын ата-анасынан артық көреді. Егер мейірім, шексіз мейірім, риясыз мейірім болса, тең көруге тиіс еді. Сонымен бірге балаға кейде айтады: мен қартайғанда сен бағасың, сен жақсы оқы, біз саған сүйенеміз. Іс жүзінде балаға болған мейірімнің ар жағында да оның өзімшіл гені жатыр. Яғни, мен қазір балаға мейірім бағыштасам, жақсы оқытсам, керемет болса, ол бетіме шіркеу келтірмейді, мен онымен мақтанамын, тіпті қартайғанда мен оған сүйенемін деген. Сондықтан әр қандай істе, мейлі моральдық, ізгілік деп мадақтаған ісіміздің барлығында да өзімшіл геннің шын бейнеленуі жатыр. Енді осы жерден тағы бір сұрақ туындауы мүмкін. Олай болса, біз тума табиғатымыз өзімшіл екен, онда моральді не қыламыз? Әркім өзімшіл жасай берсе болды емес пе? Табиғатымыз бойынша деген. Егер олай болатын болса, адамның сол өзімшіл гені өзімшілдік талабын қанағаттандыра алмайды. Мәселен, адамдардың бәрі өзін ойлады. Онда неше мың жылдық сіз адамзаттың даму тарихына қарасаңыз, қайтеді?
байлыққа, ресурсқа, яғни бұның ішінде заттық байлық болуы мүмкін, рухани байлық болуы мүмкін, осыларға талас басталады. Әркім өзін ойлайды да өзіне қарай тартады. Бұл таластан не туындайды? Адамдар ара кикілжің, топтар, рулар ара соғыс, мемлекеттер ара соғыс. Бұл ең ақырында жаңағы өзімшілдік болып отырған сен мен менің өзімшілдігіміз, яғни ғұмыр қауіпсіздігі, сау денелі болу, ұрпақ қалдыру сынды геннің әсілгі талабын қанағаттандыра алмайды. Яғни осы соғыс барысында, талас барысында біз құрып кетуіміз мүмкін. Міне осындай ұзақ мерзімдік өзімшіл геннің таласы негізіндегі адамзаттың санының күрт азаюы, неше реткі қырғын соғыстан кейін біртіндеп адамдар көзсіз өзімшілдігінің соңынан кете беретін болса, үлкен апат болатын. Сол өзімшіл геннің өзі қанағаттанбайтынын түсінді, біртіндеп енді бір бөлім өзімшілдікті құрбан етуге болатынын, сол арқылы ортақ мәмілеге келуге болатынын білді. Міне осыдан барып мәдениет, адамдар ортақ бағынатын мораль, одан жоғарылап заң, ереже, қағида осылар қалыптасты. Сондықтан моральдың өзі әсілі өзімшілдікпен қарама-қарсы емес. Мораль, заң осы өзімшілдікті толық бекемдеу үшін, қанағаттандыру үшін болған таңдау. Өзімшілдіктің шын бейнесі, соның нәтижесі. Алайда осындай адамның әсілгі қасиеті болған, тума табиғаты болған, генде жазылып қалған осы өзімшілдік, олай болса бүгінгі күнде неге қарсы алынбайды? Неге көптеген жерде ой өзімшіл десе жек көріп қарайды? Өзімшілдік бір түрлі жағымсыз адамның бейнесі ретінде қалыптасып қалған. Оның қоғамдық ортада бір қанша бейнесі бар. Бірінші себеп, жалпы қоғамдық ортада өзімшілдікті жағымсыз бейнеде көрсетуде, солай қалыптастыруда. Бір бөлім адамдар өзімшілдікке қарсы тұрайық деп қойып, өздерінің өзімшілдік генін қанағаттандырады. Сіздің тіпті заңды құқық мүддеңізді өзімшілдікке қарсы тұрып, неге өзімшіл боласың деп сізге моральдық айыптаулар таға отырып, заңды құқық мүддеңізді, әсілі қорғалуға тиісті құқық мүддеңіздің өзін құрбан еттіреді, одан өзі пайдаланып пайда көреді. Сондықтан олар үнемі өзімшілдікті жат көрсетеді, өзімшілдік болу деген жаман етіп көрсетеді. Мақсат не? Осының қалқасында өздерінің өзімшілдігін қанағаттандырады. Ендеше олар қоғамда өзімшілдікті бір жат таңба, жағымсыз нәрсе етіп көрсетіп тастаған. Сондықтан көп адамдар өзімшіл болудан қорқады, өзімшілмін деуден ұялады. Тіпті өзінің кейде заңды құқық мүддесін қорғамайды. Болмайды, ұят болады, жаман болады дейді, құрбан етеді. Ешкімге бір қарасаңыз, өзінің мүддесін қорғай алмаған адам көпшіл болып біреудің мүддесін қорғайды дегенге сену өте қиын. Екінші себеп, жалпы қоғам өте өзімшіл адамды қабылдай алмайды. Өйткені өте өзімшіл адам өз мүддесін ғана қорғау барысында басқалардың мүддесін зияндайды. Сондықтан міне осындай асып кеткен өзімшілдерді тежеу үшін жаңағы өзімшілдік жаман деп айтады. Үшінші себеп бар. Ол әрбір адам жалғыз қалуды қаламайды. Топпен бірге болғысы келеді. Сондықтан көптің ішінен бөлек қалмау үшін ол өзімшіл, пайда күнем деген аттан қашады. Өйткені жалпы қоғам өзімшілдікті жек көрген сияқты көпшіл, халықшыл, әлеуметшіл, басқалар үшін өзінің мүддесін құрбан ететін адамдарды мадақтағандықтан олар осыдан қорқады. Міне осындай себептен өзімшілдік біздің генімізге жазылып тұрса да біз оны жаман нәрсе сияқты көрсетеміз. Оған қарсы іс істейміз, оған күйе жағамыз. Осыдан бір қорытынды шығаруға болады. Біріншіден, өзімшіл болу жаман дүние емес. Ол біздің әсілгі табиғатымыз. Алайда өзімшілдіктің соңынан кетіп, біз басқалардың мүддесін зияндап, әлеуметтік мүддеге, моралға жат жұмыстар істемеуіміз керек. Сондықтан біз ізгі ниетті болуымыз, адамгершілігіміз мол адам болуымыз, көпшіл болуымыз керек, басқаларға көмектесуіміз керек. Алайда бұл көмектің де шегі бар. Яғни екі шекті сақтауымыз керек. Өзімшілдік әрине генімізге жазылған, алдымен өзіміздің мүддемізді ойлауымыз керек. Бұл табиғатымызда. Бірақ бұл шектен аспау керек.
ізгі ниетті болуымыз керек, басқаларға көмектесуіміз керек, алайда бұл да шектен аспау керек. Біздің мүддемізді құрбан етпеу керек. Сондықтан парасатты бол, өмірді түсінген адам бол. Батылдықпенен, өзімшілдікпен бетпе-бет кел. Өзімшілдік сіздің әлсіздігіңіз емес, ол сіздің табиғатыңыз, болмысыңыз. Енді бір мәселе бар. Өзімшіл бола деген адамдар ортасында сүйіспеншілік бола ма? Сүйіспеншілік шын ба деген мәселе. Көптеген адамдардың өмірде жарақаттануы, қиындыққа кезігуі, ол неден? Субъектив жақтан өмір туралы өзінің ойлауы бар. Мәселен, өте көп нәрселер күтеді. Мен біреуге көп жақсылық істесем, ол жақсылық болып қайтады. Мен біреуге махаббат мейір сыйласам, ол да маған ұқсас махаббат мейір сыйлайды деп ойлау. Яғни әлемде шынайы сүйіспеншілік деген нәрсе бар, мөлдір сүйіспеншілік деген нәрсе бар. Мен сол мөлдір сүйіспеншілікті біреуге арнасам, біреу де маған мөлдір сүйіспеншілік арнайды деп ойлайды. Кейін оған ұқсамай шыққан кезде реніш пайда болады. Іс жүзінде сүйіспеншілік деген нәрсенің өзі адамдар ара қарым-қатынас көлеміне кіреді. Қарым-қатынас болады деген сөзсіз онда мүдде болады. Егер сіз осы қарым-қатынас барысында мүддені ойламай, тек қана сүйіспеншілік осы негізде болады деп ойласаңыз, сіздің жарақаттануыңыз тіпті ауыр болуы мүмкін, бұл қарым-қатынас дұрыс болмауы мүмкін. Автор өзінің екі досын мысалға алады, екі мысал. Екі дос сондай жақсы, біздің достығымыз теңізден терең, асқар шыңнан биік деп айтады екен, бәләмбай жыл дос болған. Сонымен бірде екеуі бірлікте жұмыс бастайды, кәсіп бастайды, сауда бастайды, ақша құяды. Бұл барыста кейде пікір кереғарлығы болып тұрады. Алайда екеуі жаңағы достығын, бір-бірінің сүйіспеншілігін осыны басты орынға қойып, көп уақытқа дейін бірі-біріне ренжісе де айтпайды. Сен аз алып қойдың деп ойлайды, сен көп алып қойдың деп ойлайды, бірақ күнде отырып талқыламайды. Үстіп көңілге жинала бере, ең ақырында екеуі үлкен ұрыс керіске өтеді, бір-бірін көрместей болып айырылысады. Жаңағы жұмыста жайында қалады. Теңізден терең сүйіспеншілік, шыңнан биік сүйіспеншілік, міне осылай күл-талқан болады. Екінші мысал айтады, тағы да достар, екеуі бірге жолға шыққан, аның машинесі, алайда жүргізіп келе жатып шаршайды да баға береді. Бір жағынан баға айтады, мен жүргізейін деп. Дос жаңағындай өте жақын дос. Яғни теңізден терең сүйіспеншілікке ие, бір нанды бөліп жеп жүрген дос. Алайда бұл машинені жүргізіп келе жатқанда шырғалаң туылады. Бір адамды жаралап алады, ал оның дауалауы бар, басқа бар, неше 100 мың юанға жығылады. Осы кезде енді екеуінің ортасында талас туылады. Машиненің иесі айтады, сен жүргіздің, енді сен төлейсің. Бұл айтады, машина сенікі, сен де төлейсің дейді. Міне осыменен жаңағы терең сүйіспеншілік тағы да күл-талқан болады. Сондықтан жалаң сүйіспеншілік тұрғысынан қарау әлемге қарым-қатынасты бекемдей алмайды. Одан көп мүдделер болады, өте күрделі. Ал бұл барыста біздің жасап жатқан ортамыз өзгеруі мүмкін, мен өзгеруім мүмкін, қарым-қатынастың бір объектісі болған сен өзгеруің мүмкін, тіпті екеуіміз бірдей өзгеруіміз мүмкін. Осы сияқты көп фактордың өзгеруіне жаңағы сүйіспеншілік, мүдде, шынайы мүдденің қақтығысына келген кезде адыра қалуы мүмкін. Енді мына осыншалық көп өзгерістерді елемей, тек қана жаңағы бала кезден бергі сүйіспеншілік, достық, туыстық, жақындық, сабақтастық дегенге бәр нәрсені осы сүйіспеншілікке қамай беретін болсақ, соған тірейтін беретін болсақ, қарым-қатынас ұзаққа бармайды. Жаңағы алдыңғы екі мысалдай күл-талқан болуы мүмкін, тіпті ерекше жақын қатынастың өзі. Ал осындай сүйіспеншіліктің негізгі тағаны болған мүдде неге таласқа түскен кезде сүйіспеншілік адыра қалады? Себеп біз алдында ғана баяндап өткен біздің генімізге жазылған өзімшілдік. Өзімшілдік өз мүддемізді қорғайды, өзімізге қарай бұрылады, соң мәселе туындайды. Тарихқа қараңыз, әйгілі хан патшалығын құрған Лю Бан, ол туралы телефильмдер де бар, кітап көп, Шаң үймен соғысқан. Әсілі қарапайым ғана адам, бір
қыстақ бастығы, он бас. Сол кішкентай ғана он басы кейін біртіндеп көтеріле жүріп, өзінен неше есе батыр қарағы көктің тұқымы Шаңжуды жеңіп, хан патшалығының іргетасын қалайды, үлкен патша болады. Ол осы соғыс барысында көптеген ардагерлермен бірге, мәселен Ханшин, Шаухы, Жаңляң деген сияқты, осылардың көмегімен ғана қарапайым ғана адам ең ақырында патша болады. Әсіресе осының ішінде Ханшин ұлы генерал, үлкен әскери қолбасшы. Егер Ханшин болмаса, бүкіл жан жақтылы дүрбелең болып жатқан заманда барлығын тыныштандырып, бірлікке келген ұлы хан патшалығын құра алмайтын еді. Осыны құрғаннан кейін ол ақыр Ханшинді өлтіреді. Оның алдында да Ханшинға сенбейді кейде. Өйткені Ханшинда өте көп әскер бар, әскери жақтағы білім өзінен жоғары, бүкіл әскер оның тілін алады. Лю Ваңның көкірегінде үрей бар. Бұл бір күні қайталанып менің өзімді алса, өзі патша болса, мен бітем ғой деп ойлайды. Тіпті Ханшиннің қасындағы ақылшысы айтады: сен енді басқаны жеңдің, Лю Ваңды жоғалтты, өзің патша бол дейді. Ханшин мен Лю Ваңның farқы бар. Ханшин сүйіспеншілікке берілген адам. Ол Лю Ваңды құрметтейді, оған шынайы сене сүйіспеншілігін арнаған, ешқандай бет бұрмайды. Ал Лю Ваң ол мүддені ойлаған адам. Ол қайтеді? Бүкіл әлемді тыныштандырғанша, мемлекетті бүкілдей өз қолына қолы қалғанша Ханшинға ерекше жалпы ұштайды, патша болып тұр бұның алдында еңкең дейді. Өйткені Ханшиннен пайдаланып, әлдеқайда мықтыларды соғыста жеңіп алып, бүкіл әлемді тыныштандырып алғаннан кейін ол енді сүйіспеншілікті таңдамайды. Біздің көзқарасымызша болғанда, сүйіспеншілік көзін арнаған адам қайту керек, сөз Ханшинді қорғау керек, оны аялау керек. Ол олай істемейді. Өзінің патшалығын, тағын, және ол тақтың ұрпақтан ұрпаққа жалғануын, осы бір мүддені таңдайды, Ханшинді өлтіреді. Бәлкім Ханшин ерекше қолында көп әскер бар, құқық бар, мықты болғаннан кейін біреудің сөзіне еріп болса да бір күні маған тиімсіз жағдай жаратама деп ойлайды. Ханшиннің көзін құртады. Жалпы адамдарға қарым-қатынаста өте көп жарақат алатын, ренжитін, қиналатын, аһ ұратын, біреу мені сатып кетті, опасыздық құрындым дейтін жандардың басым көбі осы адамдарға қарым-қатынастың түп мәні не екенін білмеген жандар. Олар сүйіспеншілікке ерекше сенген жандар. Сондықтан олар барын арнайды, мүдде бар ғой деп ойламайды, ең соңында жарақатқа ұшырайды. Осы жерде тағы бір нәрсені ерекше ескеру керек, яғни біздің қарым-қатынастың түп негізі, түпкі логикасы ол мүдде. Біз қарсы жаққа мүдде келтірсек, сүйіспеншілік бекем болады. Мүдде қарама-қайшылық туылған кезде өзімшілген өз мүддесін қалайды. Олай болса, сіз оның мүддесін қорғайтын жұмыс істеуіңіз керек. Сонда сүйіспеншілік бекем болады. Сонымен біз бұл бөлікте екі нәрсені айттық. Біріншісі, адамның табиғатының түп негізі ол өзімшілдік. Ізгіме жауызба ол мәселені талқыламаймыз. Адамның ең негізгі табиғаты ол өзімшілдік, және өзімшілдігінің қызметі. Ал біздің сүйіспеншілік деп отырған қарым-қатынастағы нәрсеміздің түп тағаны ол мүдде. Бұл мүдде тағы да өзімшілдігінің бейнеленуінен көрінеді. Сондықтан сүйіспеншілік пен мүддені бірдей көре алған адам ғана қарым-қатынаста жарақаттанбайды, дұрыс шеше алады. Тек сүйіспеншілікке сенген адам, мүддені көрмеген адам, өзімшілік геннің қасиетін танымаған адам қарым-қатынаста да, өмірде де қиналады, азаптанады, тіпті зиян шегуі мүмкін. Бодау беріп, алайда тағы азаптануы мүмкін. Бұл біздің бүгінгі бірінші айтарымыз. Екінші тақырып, мейірбандылық та қатаңдықта керек деп аталады. Автор айтады, бір адамның пісіп жетілгендігінің бірден бір бейнесі әлемді көп түстен тұрады деп тани алатындығынан дейді. Яғни әлем ақ пен қарадан ғана тұрмайды. Одан тысқары онда сұр болуы мүмкін, қоңыр болуы мүмкін, өте көп түс болуы мүмкін. Яғни жақсы мен жаман деп екіге ғана бөлінбейді, одан басқа да сәл жақсырақ, сәл жаманырақ
немесе жақсы мен жаман жарыса жүретін, жақсы мен жаманның арасында дұрыстау бұрыстау дейтіндей бір жағдайлар өмір сүруі мүмкін, осылай қарай алады дейді. Олай болса біз көбінде неге тек жақсы мен жаман деген нәрсені, ізгі мен жауыз деген нәрсені, ақ пен қара деген нәрсені қабылдап соған үйреніп қалдық? Неге біз жетілген адам ғана көп түрлілікті, және жақсы мен жаманнан басқа да мүмкіндіктердің бар екенін көре алады да біз көре алмаймыз? Себебі біздің бала кездегі ертегілерімізде. Ертегі бүкіл әлемнің жағдайын қарапайымдастырған, өйткені ол адамзаттың сәби санасының туындысы деген сөз бар. Алғашқы сәби сананың туындысы өмірді сәби санамен тану. Ол таныған кезде дүниені оңайлату үшін қайткен екі ақ топқа жіктеген: жақсы, жаман, ізгі, жауыз. Ал ертегілерде қайтеді: ізгілік, жақсылық, жаңағы ақ, жаңағы күнгей, шуақ. Бұл алғашында қиындық көреді, алайда ең соңында қайтеді: жақсылық жамандықты жеңеді, ізгілік жауыздықты жеңеді, ақ қараны жеңеді, әділдік әділетсіздікті жеңеді. Әлемде жақсылық салтанат құрады. Біз осыны естіп өстік, осыны біліп өстік, сондықтан біз әлемді жақсы жаман деп осымен ғана қараймыз. Бұл бір жағынан біздің тәрбиемізден, екінші жағынан әлемді түсінуге, мәселені түсінуге оңайырақ, қарапайымырақ. Өйткені біз айттық, бұл сәбилік сананың туындысы ертегі. Енді біз сол сәбилік санамен мәселені қарай саламыз. Ойлаңызшы, бір адам бір жұмыс істеді, сізге ұнамсыз болды. Жаман дей салу оңай ма? Ол жаман болғанда да бұның мына жері ондай болуы мүмкін, мына жері мұндай болуы мүмкін деп анализ жасап бас қатыру оңай ма? Сондықтан көп адамдар бейне ертегіде дүниені түсінуді оңайластырған сияқты, мәселені шешу, түсіну оңай болу үшін осы ақ қара өлшеммен, екіге бөліну өлшеммен дүниені таниды, дүниені шешеді, өмір сүреді. Өйткені қарапайым, оңай, сәбилік түсінік. Бұл сәбилік түсінік өмір сүруге, яғни мәселені тануға сізге оңайлық әкелгенімен, бірақ нәтиже ауыр болуы мүмкін, өте азаптануыңыз мүмкін. Яғни сіздің ойлау барысыңыз жеңіл, соңғы нәтиже азапты, тұрмысыңыз қиыншылыққа толы. Өмірде ізгі ниетті жанның барлығы жақсылыққа жете беру екіталай. Ал ізгі ниет, жақсы көңіл кейде құрметке емес қарғысқа ұшырауы мүмкін. Енді бір нәрсе бар: сіз жақсы деп жүрген адам енді бір күні жауыздық бейнесін көрсетпеуі де екіталай. Сондықтан сіз қарапайым ойлап, ертегілік ойменен, сәбилік ойменен мәселені шешсеңіз, бір адамға бүкілдей сенесіз, бір күні ол жауыздық бейнеге өткен кезде тақыр таза алданасыз, немесе бүкіл. Мысалы, ол бір кәсіп істеді, ақшаңызды бердіңіз де отырдыңыз. Баяғыда осы жақсы еді, қайтып оңбаған болып кеткен дейсіз, отырасыз. Сондықтан пысып жетілген адам әлемнің күрделілігін біледі. Ол жақсы адамның да жамандық жағы бар екенін ойлайды. Сондай әдемі ертегідей, әндей, күйдей, табиғаттай көркемдеген махаббаттың да кейде бір келеңсіз нәрселер бар екенін түсінеді. Сондықтан бір адам пысып жетілген кезде бір нәрсені түсінеді, яғни әлемдегі адамды, істерді, немесе құбылыстарды жақсы, жаман деп үстіп қана бөлу өте қиын екенін, әлем күрделіліктен тұратынын түсінеді. Парасаттылықтың, пысып жетілгеннің енді бір бейнесі, ол не нәрсені шегіне жеткізіп ойламайды, әр нәрсенің шегі бар деп түсінеді. Мәселен, жақсылықтың да шегі бар, жамандықтың да шегі бар, алтында да бір мін бар. Әлемде сөзсіздік деген болмайды деп қарайды. Мәселен, сөзсіз мынаны жақсы адам дей алмайсыз. Осы әрекеті жақсы болуы мүмкін, осы кезеңге дейінгі әрекеті жақсы, дұрыс болуы мүмкін. Ол ертеңгі әрекетіне, ертеңгісіне кепіл бола алмайды. Немесе осы әрекеті дұрыс болмауы мүмкін, бірақ осыдан кейінгі әрекетіне бұл жамандық жалғасып кетеді деп айта алмайсыз. Әрбір іске бөлек анализ жасайсыз. Яғни ақ пен қарадан басқа сұр, қоңыр болуы мүмкін. Басқа рең әбден мүмкін.
чек дегенде екінші бір нәрсе бар. Яғни әрбір істі чегінен асырып жіберген кезде ол кері жағына қайтады. Мәселен, жаңағы жақсы деп мақтай берсе біз айтамыз ғой, жақсылық жамандыққа айналады. Яғни мақтай берсек, ол астамсып аспаққа асылады деп жатамыз. Сондықтан чегінен асырып бір нәрсе істеуге болмайды. Мейлі мадақ болсын, мейлі сіз өзіңізге істеген нәрселер болсын, әр нәрсені белгілі чектен асырмай, көлемнен асырмай чектеп отырғаныңыз дұрыс. Бұл жерде үшінші бір ақылды айтады, ол 80% орындасаңыз болды әр нәрсені. Мүлдем мінсіздік көрінбаңыз, ұмытылмаңыз дейді. Енді бір мысал айтады автор, өзінің туысы бір серіктікті істейді. Туыс ағасы. Ол бір қызметтес саптасы қарыз ақша сұраған кезде екі ойланбастан береді. Онда ойы, мен жақсылық істедім, ол жақсылық қайтарады деп ойлайды. Сонымен екеуі жақсы әңгімелесіп жүреді. Алайда бір күні әлгі туыс ағасы ерекше бір міндет тапсырып алады, қиналғаннан кейін жаңағы қарыз ақша берген жігіттен көмек сұрайды. Ал ол жігіт көмек беруден бас тартады. Өзім қарбыласпын, босамаймын дейді. Содан кейін енді ағасы ренжиді. Жақсылықты білмейтін оңбаған, жауыз, сұмырай. Соң үнемі онымен жаңағы қарама-қарсы келеді. Ең ақырында дұшпандасып, ұрысып, екеуі бүкілдей екі жаққа кетеді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде ағасының ойлауы қандай? Жауыз бен жақсылық деген ғана бар. Яғни ақ пен қара деген бар, сұр деген болмайды деп ойлауда. Егер оның бәлкім ол кезде көмектескенде баспаға себебі бар шығар деп ойлаған болсақ, онда мұндай қайшылық туылар ма еді? Мүлде туылмайтын еді ғой. Сондықтан әлемді сіз ақ пен қара тұрғысынан қарай бермеңіз. Бәлкім қара қолдардың атаманы, талай зұлым жауыздық істеген бір қылмыскер, қылмыс күмәндісі өзінің ата-анасына ерекше опал ұрпақ болуы, шешесінің алдынан кесе көлденең өтпейтін, бұл жағынан елге үлгі болатын адам болуы әбден мүмкін. Ал енді ақпараттардан көріп жатасыз. Бүкіл елге білім тарататын университеттегі атақты профессор, талай ғылыми мақала жазған, керемет кітаптар шығарған адам үйіне келген кезде өз әйелін сабайтын адам болуы мүмкін. Сондықтан өмірі күрделі дейміз, адам күрделі дейміз. Ал көбінде қарапайым ойлайтын адамдарға дейді, ой, ол жауыз немесе бұзылып кетті, өзгеріп кетті дей салады. Бір әрекеті, бір болмысы, бір жағдайды біз түсінуіміз қиын егер тек ақ пен қара тұрғысынан ойлайтын болсақ. Енді екінші бір шындыққа келейік, ол басқа біреу сізге ізгі ниетті бола ма, жауыз бола ма, бұл айланып келгенде сізге байланысты. Біз айттық, адамның әсілгі табиғаты ол өзімшілдік геннен келген. Олай болатын болса, сізбен қарым-қатынастағы адамда ол өзімшілдікпен өз мүддесін ойлайды. Егер сіз пайдалы адам болсаңыз, оған мүдде келтіре алатын адам болсаңыз, ол үнемі сізге ізгі ниетті болады. Өйткені сізден мүдде алып отыр, оның өзімшілгені сізге жақсы болудан ләззат алады, немесе мүдде алады. Ең кемде көңіл күй ләззатын алады, яғни көңіл күй жақтағы қанағаттану мүддесін алады. Жақсы әңгіме айтуыңыз мүмкін, жақсы өлең айтып беруіңіз мүмкін, сізбен бірге болғанда ол күліп жайнап жүруі мүмкін, немесе заттық пайда көруі мүмкін. Сондықтан бұл жерде сіз біреу ізгі ниетті жауыз деп ренжудің орнына өзіңіздің ел алдындағы басқаға мүдде келтіретін қасиетіңізді жоғарылатыңыз. Былайша айтқанда, сирек байлыққа айланыңыз. Осының алдында біз сондай кітап сөйлегенбіз. Елге ұқсамайтын дара талантыңыз болсын, біреулерге мүдде келтіретін қасиеттеріңіз болсын. Енді осы жерде адамдар арасында сонда тұнық сүйіспеншілік болмай ма деген мәселеде туындауы мүмкін. Сүйіспеншілік бар ма? Бар. Барлығы мүдде деуде қиын. Алайда мүдде сүйіспеншіліктің тағаны. Мүлде мүдде болмайтын болса, яғни мүддені мүлде ескермейтін болсаңыз, сіз сүйіспеншілікті қадірлей алмайсыз, түсіне алмайсыз. Жалпы қысқаша айтқанда, біздің өміріміз қоғамдағы адамдармен қарым-қатынастан тұрады. Мейлі мойындайық, мойындамайық. Мейлі семьяда болсын, өз отбасымыздағы бала-шағамызбен, жұбайымызбен, әке-шешемізбен, туыс-туғандарымызбен, немесе қызмет орнымызда болсын, айналамыздағы жора жолдас, дос, қызметтестер, қоғамда болсын, жаңағы
басқа да қоғамдық қарым-қатынастар. Бұның барлығында біз адаммен қарым-қатынас жасаймыз. Ал адамның табиғатын білу, адамның табиғатын түсіну осы қарым-қатынасты дұрыс шешудегі, дұрыс бір жақтылы етудегі негізгі түйін. Тіпті сіздің осы қарым-қатынасты ары қарай меңгеріп кете аласыз ба? Осыдан дұрыс нәтиже ала аласыз ба? Тіпті қызметтен табысқа жету, қоғамда зор нәтижеге жету, отбасын айрандай үйітіп жақсы отбасы болудың барлығы айланып келгенде сіз адамдық қасиетті тануыңызда, соған сай жұмыс істеуіңізде. Сондықтан адамдық қасиетті түсіне біліңіз, осы бойынша жұмыс істеңіз. Өмірде ақ пен қара ғана емес, өмір өте күрделі, көптеген түстер бар, сұры түстер де бар. Ендеше күрделі затты қарапайым ойламаңыз. Бұл біздің бүгінгі екінші айтарымыз. Сонымен қорытындылайық, адамның бірінші қасиеті ізгі жауыздық мәселесінде емес, өзімшілдігінде. Әр адам өзімшіл. Екіншісі, сүйіспеншіліктің тағаны ол мүдде, яғни мүдде негізінде сүйіспеншілік тереңдей алады, сондықтан қарсы жаққа мүдде келтіріңіз. Үшіншісі, адамдар ара қарым-қатынаста ақ пен қара деген өлшеммен ғана қарамаңыз, бүкіл адамды, затты, болмысты, болып жатқан істі. Одан да басқа түс көп екен, өмір күрделі екенін біліңіз. Жарайды, бүгінгі айтарымыз осы. Жалғасын ертең тыңдайтын боласыздар. Ертең кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.